Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Мұнда менде аптения гүлі гүлдеп бастапты. Суды көп құйған ұнатпайды. Жапырағы осындай жылтырап, искусственный жапырақ құсап қатты болып тұрады. Енді бүгін байқасам гүлдеп бастапты. Бутон осындай болады. Ұштарынан гүлдейді. Гүлдеп бастады. Суреттегідей гүлдейді. Мынау менде шөлдеп қалған аптения гүлі. Мен үйде жоқ болып қалсам, балалар шөлдетіп қойыпты. Яғни далада тұрған, далада күн ыстық қазір жазда. Күн ыстық кезде тез шөлдейді. Мынаны қараңыздар, шөлдетіп қойған. Соны әдейі сіздерге көрсетіп жатырмын. Шөлдеп қалған аптения осындай болады. Бірақ бұны қазір су құйып, су шашып, реттеп алсам, сразу өзін есін жинап алады. Яғни жапырақтар қатты болып шыға келеді. Мынаны қараңыздар, жапырағы жұмсақ. Бұл шөлдеп тұрған аптения, байқасаңыздар. Одан кейінгі көрсетейін дегенім формасы кетіп қалған. Яғни формасы кетіп қалған деген бұл негізі былайынан шырмауық болып өсетін гүл. Бірақ мынау басына қарай кете берген күштің бәрін. Осы басынан атроска алып тоқтатсақ, мынадан жоғары қарай қалыңдап, осылай қалың болып өседі. Күштің бәрі төмен кеткендіктен қараңыздар, гүлдері төмен жағынан гүлдейін деп жатыр. Бутоны мынандай бір ерекше, өзіме ұнайды. Жаңадан ашып келе жатқанда бутоны осындай болып томпиып тұрады да. Мен камерам что-то алмай тұр ғой. Міне бутондап тұрады да, ортасынан қып-қызыл ашады. Осы басқа аптенияның гүлінің бутоны ерекше болып көрінеді маған. Гүлдейін деп тұр түптері. Яғни шөлдеп қалған аптения осындай болады. Бұл аптенияны қазір суғарамын. Міне аз-аздан бірден лақ еткізіп суды түгел құя салмаймын. Ол аз-аздан жаймен ішіп, мына жапырақтарын бәрін қатты қып ұстап алады қазір. Оны шөлдеп қалды екен деп, мынау жарамайды екен деп лақтырып тастамаңыздар, осындай болып қалса аптенияларыңыз. Сосын далада тұрғаннан кейін кішкене шаң басып сөйтіп тұр екен. Оны бүйтіп су шашып тұруға болады. Жаңағы сарғайған жапырақтарын алып тастаймыз. Жаңағы сарғайған жапырақтарын алып тастағаннан кейін, түскен жапырақтардың орнына сабақ жібереді. Оны еш уайымдамаймыз. Себебі мұнан қараңыздар, мен жаңа сарғайған жапырақтарын алып тастағанмын, міне шығып келе жатыр уже. Енді қалыңдап бастайды. Мынау қалың болады. Мына жерден атроска аламыз, қысқайып, суда тамырлатамыз. Мен қазір кішкене су ішіп әбден тойып алсын, одан кейін атроска алып көрсететін боламын. Жақсылап су шашып қоямыз. Душ бергенге әлі кішкентай, ішіне шылқып су құйылып кетіп, шіріп кетеді. Сондықтан жақсылап бір аз-аздан суғарып аламыз. Негізі маған өзіме ұнайды осы аптения гүлі. Жаз бойы далада гүлдеп тұрады, қып-қызыл болып. Мынау шөлдетіп алған балалар. Одан кейін уже формасы кетіп, сарғайтқан жапырақ, әйтпесе қалың болып өсіп тұрады. Әдемі болып. Қазір кішкене суын сіңіріп, су ішіп алсын. Мына күйінде атроска кескенге обал гүлге. Қазір әдемілеп суын ішіп, есін жинап алсын. Витамин беруге болады, янтарин қосуға болады суларыңызға. Бір жақсы жері қысы жазы гүлдей береді. Күн болса болды. Суды көп құйғанды ұнатпайды негізі. Бірақ енді күн ыстықта қатты шөлдетсеңіздер, шөлдеп қалады. Қазір атроска кесіп көрсетемін. Видеоны қарап отырыңыздар. Қазір кішкене суын ішіп алсын. Суғарған кезде астынан су аққанша суғарамын. Су ағып жатыр, бірақ қайтадан ішіп қойып жатыр. Яғни гүл шөлдеп тұрмын. Аз-аздан қайта таңғызып құйып жатырмын. Астынан ағуын ағады, бірақ ішіп қойып жатыр. Қараңыздар. Мынанша сарғайған жапырақтарын тазартып қойдым. Қазір атроска жасап, формасын келтіріп қоям бұйыртса. Осындай гүлге де күтім керек, қарау керек. Балаларға қай гүлін қай уақытта су ішетін, онша біле бермейді.
Сондықтан өзім қарағаным дұрыс. Өзіміз қарағанымыз дұрыс. Осылай суарып қоямын. Міне аптения гүліміз суын ішіп бітті. Артық суын былай қарай шығарды. Енді осы суды жоғары қарай өзіне керегін қайтадан тартып алады. Себебі әлі толық суғарылмаған. Су шөл қанып пішпеген. Қараңыздар, жұмсақ, әлі кішкене, бірақ бағанаға қарағанда қатайды. Енді бұл шөлдеп қалған аптениямыз енді мына сарғайған жерінен жаңа жапырақтар шығарып қалыңдайды. Мына жақтар, мынау күштің бәрін төмен қарай жұмсап тұр. Гүлдейін деп тұрса да атроска ала беруге болады. Өзім талай атроска алып, талай гүлдеп тұрған атроска тамырлатқам. Онда тұрған ештеңе жоқ. Міне байқасаңыздар, мына жерінен аламын. Мына жер бос тұр ғой. Мына жапырақты алып тастап суға салатын боламын. Міне кесіп алдым. Осындай атроска. Мынау жапырақты алып тастай саламын да, міне. Жоғары не стаканға сап қоямын. Осылай алам. Енді мына жері кішкене ұзындау болып тұр. Осы жерден тағы алатын болам. Міне. Мынау қалыңдап әдемі болып шығатын болады. Мынадан жапырақ шығаратын жақтарынан, соңғы жерінен. Ал мынау жағы ары қарай қалыңдап, бірдей болып тұр. Мына төртеу қалыңдап жоғарылайды. Уақытылы су құйып отыру керек. Жаңағыдай шөлдеп қалса сарғаяды. Сондықтан қатты шөлдетпейміз. Bir қалыпты су құямыз. Күн түсетін терезеге қойсақ, мына бас жағын кесіп тастадық қой. Енді мына жақтары қалыңдай бастайды. Мына қараңыздарынан бәрі шөлдеп қалғаннан болып тұр. Мына жерде төрт жерінен бутоны гүлдейін деп тұр. Кішкентай розовый болып. Гүлдесе әдемі көрінеді негізі. Осылай суда тамырлататын боламын. Суда жақсы тамырлайды. Көп қысқа уақытта тамырламайды. Ұзақ уақыт тұрады. Бұйыртса парақшамда отырсаңыздар, алда нәтижесін көрсететін боламын тамырлағанын. Парақшама жазылып алыңыздар. Лайк басып, комментария жазып сұрап отырсаңыздар, жауап беруге тырысамын. Менде аптения гүлі суда тұрып атроска гүлдеп жатыр. Енді гүлдейін деп жатыр.